Отбасы рухани жаңғырудың негізі. Отбасы деген не? Отбасы жарық дүниеге көзіңді ашқан сәттен бастап айналып, толғанып, қорғап, қоршап бауырына басатын теңдессіз ыстық ұя. Отбасы дүниеге шыр етіп келген сәбидің бірінші рет өзін сенімді сезінетін, жан рахатына бөленетін алғашқы бақыты. Бала жылдар жылжып, балалық шақ өтіп, жастық шақ жетіп жеткіншек болады. Отбасы өмірдің әр баспалдағын өз аяғымен басу үшін сәбиін қанаттандырып, өмірге баулиды. Балаға жан қиярлықты, обалы болуды, жақсы мінез бен иман негіздерін үйрететін ең ауқымды тәрбие мекені. Әр адам ұлттық мәдениет, дәстүр және құндылықтарды отбасынан мирас етіп алады. Адам баласы қуаныш пен қайғыны да отбасымен бөліседі. Жауапкершілік, әділеттілік және ар-намыстың не екендігін отбасында көреді. Назарларыңызға рахмет.